болады, бүкіл ойынның түрлері болады. Біз бірақ соның ішінде өзіміздің сабағымызға ыңғайлап салдық. Тағысын тағы да тапсырмалар сабақ барысында көретін боламыз. Ал кеттік, мен қазір бір бейне дайындаған біздің сабағымызға байланысты соны тамашалайық. Сабақтың соң жағында осы бойынша тағы да тапсырмалар болады. Енді біз ойынымызды бастамас бұрын негізінде екі топ барып қазылардан, яғни үлкен ақсақалдардан бата алған. Біз қазір батаны өзіміздің сәл апайдан берекесі құтты болсын, ақ мол болсын, ырыс береке мол болсын, отбасыларың аман болсын, ата-аналарың аман болсын, өздерің сессияны беске тапсырып, үйге аман есен оралыңдар. Енді ортаға бастап. Бізде тақырып наурыз туралы, жастар туралы, дәстүрлер туралы саламыз. Дәстүрлердің қалып кетті, сол туралы. Окей, бастаймыз. Үш таралсын кәді. Все. Домбыраны ден қарымыз былай. Ал бастадық. Сәлем беру салтымыз, армысындар аяулар олар. Айта кетсем өзім жайлы, атым Малика хан болады. Сәлем сөздің анасы дейді халқым, барша жұртқа амандасу менің салтым. Топ мәртебесін асқақтауға тырысамын, елім деп аққан менің қаным, атым Севинч болады қазақ халқым. Ал енді әз наурыз құтты болсын қалайық. Алдыменен өзіміздің жастарға қарап алайық. Заман деп өзгерді мен қалайық. Европаның дәстүріне көшкенін бір тақырап алайық. Сәлем бермей қойды ғой қыздарым менің, телефондан алмай қойды бастарым менің. Қысқа киді қыздарым ұялмай, ата-анасының авторитетін ойламай. Ұят керек жұрт еліме, оны ойламай кетіп қалды жастар басқа елге. Туған жерін отанын ұмытқан, жастарға не дейміз қалқым менің? Не үшін ұстамай кетті екен дәстүрін халқым менің? Өйткені заман басқа дейді ғой жастарым менің. Бәлкім олардікі дұрыс шығар, қалып қойдық па құрбым менің? Ата-анасы күлеген қазақ қызы, ұзатылып американысқа толды келі. Келі жеріміздің қыздарын ай, беріп қойғымыз келмейді ай. Ал енді құрбым ай, бұның бәрін қорытындысын айтайын ай. Қорытындыға келетін болсақ, дәстүрімізді ұстайтын болсақ, кең байтақ жерімізді европалықтарға беріп қоймайтын болсақ, ата-бабаларымызды ырза қылсақ. Уақытта таяп қалды, айтыскер болып ойымызда аяп қалды. Ұлыстың ұлы күні наурызда келіп қалды. Сау болыңдар аяулы аруларым, құрбыларым. Ал енді сіздерменен қоштасайын деп тұрмын, бірақ бір сөзді айтып кетейін деп тұрмын. Айтыс арқасында бір сөзді айтайын. Қазақ қыздар педагогикалық университетінің 80 жылдығымен құттықтайын деп тұрмын. Қоштастық біз сіздермен, келесі сабақ көрісеміз деп сіздермен. 100 балды аламыз деп ниет еттік. Ниетімізге жеттік. Ауырлау болады. Мәтінді алып
Айтса білмейді, болыстарым айтса. Не? Айтып қалдым. болып есептеледі. Наурыз күнмен түн теңеліп, жердегі қар кетіп, көк шығып, мал төлдеп ескірді. Наурыз мерекесі қай жыл мезгілінде тойланады? Наурыз мерекесі қай жыл мезгілінде? Бүгін рахмет, көңілімізді көтеріп тастадыңдар. Наурыз бүгіннен басталып жатқан. Лера апайларыңа рахмет, осындай көңілді сабақта барлығымызға бүгін сый болып жатыр. Рахмет, Наурыз мерекесі барлығымызға құтымен келсін, берекесімен келсін, ырысымен келсін, жақсылығымен, қуанышымен келсін. Жылда адамзат баласы өздеріңіз білесіздер ғой, өзінің туған күнінде және осы наурызда бір ерекше көңіл күйге бөлінеміз. Бүкіл жер бетіндегі, әлемдегі барлық тіршіліктердің барлығы оянады. Көңіліңізге шаттық, қуаныш, осы бір жаңа жылда бір жаңа леп, жаңа бір жақсылық күтеміз. Сол барлық ниеттеріміздің барлығы орындалсын. Енді бүгінгі сабақта бір сабақ емес, бір көңілді бір кеш өткен сияқты бір сезімде тұрмыз. Жарыс, бәрібір жарыстың аты жарыс, білімділіктің аты білімділік, барлығының ақ-қарасы дұрыс болу керек. Сондықтан жаңа Лера апайларың маған бір үлкен сенім артып, осы екі топтың бүгінгі сабаққа дайындығын, осы наурыз туралы білімділіктеріміздің қандай дәрежеде екенін сараптауға не берді, тапсырма берді. Соған байланысты мына топтың барлық жинаған балын 60 балл деп бағаладым, мына топтікі 49 балл деп.
ескертіп айтатын бір ұсынысым, жалпы Лира апайымыздың бүгінгі сабағында көбінесе лексикалық тақырыптарға, тілді дамытуға көп көңіл бөлінген екен. Ол өте жоғары деңгейде өтті деймін. Адамдардың көңіл күйі мен тілді білуге деген, тілді қолдануға деген ынтасын етін қыздардың барлығының көңілдерінен көріп отырмын, тырысуларынан көріп отырмын. Біз көп ұлтты Қазақстанда тұрамыз, біздің мемлекетіміздің тілі қазақ тілі, ұлтаралық тіл есебінде, ресми тіл есебінде орыс тілін қолдануымыз керек. Ал енді біз барлығымыз болашақта мұғалім боламыз, барлығымыз қазір өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасында қазақ мектептерінің саны көп, сондықтан бізде тілдік кедергілер болмау керек. Ертең мектепке барғанда жоқ, мен орыс тобын бітіріп едім, немесе қазақ тобын бітіріп едім деген не болмайды, бұл жұмыс табудың да бір несі деп есептеулеріңіз керек. Сондықтан Қазақстанда тұратын халықтардың барлығы мемлекеттік тілді білуге ол өздерінің азаматтық парызы, борышы. Сондықтан сіздердің осы ынта жігерлеріңізге Алла нұр жаусын дейміз. Қазақ тілдерін ары қарай жетілдіре беріңдер. Болашақта үлкен азамат болыңдар, осы кәсіби маман болып шығуларына шын жүректен тілектеспін. Көп рахмет.